Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Сабақ мақсаты: мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оған жауап беруге, сөйлемнен сөз таптарын тауып, сөздерді ережеге сәйкес көркем жазуға үйренесіз. Балалар, есімізге түсірейік. Зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Зат есімнің біз екі түрімен танысқан болатынбыз: жалпы зат есім және жалқы зат есім. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар бас әріппен жазылады. Оларды жалқы зат есім дейміз. Мысалы, Көкшетау, Әсем, Қарағанды, Ертіс, Ақтөс. Жалқы зат есімдерден басқа зат есімдерді жалпы зат есім деп атайды. Жалпы зат есімдер кіші әріппен жазылады. Мысалы, кітаптар, мұғалім, суретші, қала. Зат есімнің жекеше және көпше түрі болады. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атаймыз. Мысалы, ата, құс, түйе. Кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі дейміз. Мысалы, аталар, құстар, түйелер. Зат есімнің жекеше көпше түріне диаграммаға назар аударыңыздар. Алма, алмалар. Оқушы, оқушылар. Көбелек, көбелектер. Келесі кестені балалар өзіміздің түсінгеніміз бойынша толтырайық. Жалпы зат есім, көпше түрдегі зат есім, жалқы зат есім және жекеше түрдегі зат есім. Бірінші бағанға қарай отырып, жоғарғы жақтағы сөздерге қосу белгісін қоямыз. Мысалы, кілемдер. Кілемдер жалпы ма, әлде жалқы зат есім бе? Көпше түрде ма, әлде жекеше түрде ма? Кестені дәптерімізге сызып алайық. Ол үшін бүгінгі ай күнді жазамыз. 15 қаңтар сынып жұмысы. Кестені сызып болғаннан кейін көркем жазу тапсырмасын орындаймыз. Ыбырай сөзі қалай дұрыс жазылған? Ардагер сөзі, өнер, киім. Мынау екі сөздердің ішінен тек біреуі ғана дұрыс жазылған. Сол дұрыс жазылған сөздерді үтір арқылы көшіріп жазып аламыз. 15-ші жаттығу. Мәтінді оқы, мәтін мазмұны бойынша 3 сұрақ құрастырып, жауап жаз. Мәтіннен зат есімдерді үтір арқылы теріп жаз. Тапсырмасын мұқият қарап, оқулығымыздағы 11-ші бетте 15-ші жаттығуды орындаңыздар. 16-ші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Сіздерге өнерлі балалар деген жұмбақ өлең берілген екен. Мен оқып берейін, мұқият тыңдаңыздар. Сосын осы өлеңге қарап отырып, сіздердің өздеріңіздің бойларыңызда қандай өнерлеріңіз бар, сол жайында достарыңызға хабарлама жазыңыздар. Өнерлі балалар. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ, Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат, Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат, Манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп көр сен енді. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы, КБ тапсырмасы деп жазып қойыңыздар. Тест жұмысын орындаңыздар. 5 сұраққа тек қана дұрыс нұсқалары А, Ә, Б екенін көрсетеміз. Үй жұмысы 17-ші жаттығуды аласыздар 13-ші бетте. Бүгінгі өткен зат есім, зат есімнің жекеше және көпше түрі, жалпы, жалқы зат есімдердің ережелерін дәптерлеріңізге жазып алуға болады, ереже дәптеріне, және келесі сабақта жатқа айтасыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.